Сәлем баршаға, достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге өзімнің кезекті мастер-классымды ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен біз таза ыдысымызға ұнымызды және де разрыхитель ванилинді салып, жақсылап бір араластырып жіберіп, майымызды үткіштен өткізіп аламыз. Майымыз үткіштен өткеннен кейін ұн екеуін жақсылап араластырып болғаннан соң біз сахарымызды салып, тағы бір араластырып жібереміз де жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаны салғаннан кейін біз кәдімгі қамыр илеп шығамыз, достар. Мінекей достар, менің тестам дайын. Кемінде 2 сағатқа холодильникке қоясыздар. Кез келген пирогқа қолдана бересіздер. Мінекей менің тестам уже дайын. 2 сағаттан кейін алдым. Енді жақсылап жайып аламын. Достар, мен арнайы формаға қамырымды жайып шықтым. Осылай барлығын жайып болғаннан кейін бетіне мен өріктің вареньесін салып, қалған қамырмен бетін әсемдеп шықтым. Солай әсемдеп болғаннан кейін 180 градуста 30-25 минутта пісіріп аламыз.
Мінекей достар, менің пирогым дайын болды. Қараңыздаршы, өте керемет болып шықты. Енді мен бетіне сахарный пудраның ұнтақтарын септім, жақсылап сеуіп жақтым. Осылай пирогым дайын болды. Достар, видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Санақ Алтынай. Мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар.